Сәлем достар, Медина мен Милананың анасына қош келдіңіздер достар. Бүгін біздер сыртқа шықтық. Қызылордада бүгін қар. Медина екеуміз қазір папамызға пранк жасайын деп жатырмыз, иә. Біз негізі мусор төгеміз деп шықтық. Мусорымызды қарасаңыздаршы. Қазір әрі мусор төгеміз және де папамызға пранк жасаймыз. Жестко пранк болайын деп жатыр достар. Сондықтан видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Қар кеше түнімен күштілеп жауған ғой. Кеше ойнауға шығамыз дедім, Медина ұйықтап қалып, бізде түнде. Бізде қазір мусорымызды тастап алайық, сосын папамызға жестко пранк жасайын деп жатырмыз. Күн шыққанмен дала қатты суық болып тұр. Үйден шығасың, мұрның үсіп жатыр ғой уже. Достар, Медина мен Милананың арнасына тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар, иә. Және де видеоны толық көреміз. Біз келдік. Мусорымызды лақтырдық. Ойбайына түсіп қалды ғой. Медина, кетпейін, папаңа пранк жасаймыз. Папаң байқап қоймаса болатын. Папаң терезе, біздер надомда тұрамыз. Миланаға қарап қалды. Өтірікке алда тастап кеттім. Біздің папамыздың машинасы тұр. Қазір осы машинасына жестко пранк істейміз. Медина, қазір біз магазиннен бізге сок керек болады. Бір фанта ма, персик па, бір сары түсті сок керек қой. Жүргедік бірінші магазинге барып, согымызды әкеп алайық. Пранк жасайтын затымызды әкеп алайық. Сырғанасы күшті болып тұр ғой дала. Біраз еріп кеттік, түнде күшті болып жауып тұр. Еттік десе, жүр. Магазинге кетіп жатырмыз қазір. Қазір пранк жасайтын заттарымызды алып келеміз. Достар, пранк жестко болайын деп жатыр. Өйткені біз папамыздың машинасына жасайын деп жатырмыз қазір бір нәрсе. Бізде папамыз қатты ашуланатынша білмеймін. Сонда да жасап көреміз. Біз пранк жасайтын затымызды алып алдық. Сол адам, кішкентайлар магазинге кірсе әдеті ғой, анан алып, мұнан бір зат аламыз деп неше зат алып кеттік. Қарашаңыз. Сок дейді, шоколад дейді, бір зат аламыз деп, он зат аламыз магазинге. Шығармады ма? Солмай, машинаға бара жатырмыз қазір. Қазір пранк жасаймыз. Папамызды шағып көрсетеміз ба, не болмаса сырттан терезеден түсіреміз деп көреміз. Қазір асығыс жұмысқа кетеді. Папамыздың реакциясын түсіре алам ба, түсіре алмайм ба білмеймін. Медина, бұл түртесіз папам бізді терезеден көріп қоймасын. Мыналар бізді ойнап жүр ма деп терезеден қарап қалсақ. Давай кел. Как раз қаппақ қар іштеңе деме. Мен бірдеңе істейін деп жатырмын ғой. Давай, ішінде сокты аш. Сары сокты мынандай таптық, мынандай бір сок таптық. Қазір осы сокты пайдаланамыз. Мединаның қолында қолғап бар, сол үшін көмектесе алмайды. Осыған папаның машинасында қазір шашамыз. Ойны ұзаққа шашылмайды. Медина машинаның артында папам қарап жатыр. Достар, біз машинаның артында тығылып отырмыз. Потому что папамыз терезеден қарап жатыр, бізді не істеп жатыр екен деп, ойнап жатыр ма деп. Біздер тығылып қалдық. Медина, жайлап көрші. Қарап жатыр ма жоқ па? Көріп жатыр ма? Сөйтіп отыра тұрайық онда, иә. Мен үсіп қалдым мына жерде ше. Сен қалың менде қолғап та жоқ қой.
машинаның артында отырмыз. Тағы да бір рет көріш. Қарашы. Көріп атқан жоқ. Көріп атқан жоқ па? Көріп атқан жоқ болса. Көріп атқан жоқ екен папамыз. Мына типа біреу сүйіп кеткен сияқты істеп қойдым. Қазір мына жерге енді аяқ киімнің ізін істеуіміз керек. Аяқ киімімді шешемін. Аяғым қатып қалатын болды. Мен аяғымды кроссовка. Қазір осы кроссовканы шешеміз. Ейбай, Медина аяғым. Қараңыздар мына жерге. Аяғым суқалды. Қазір бір аяғымды киіп алайын. Енді мына екінші аяғымыз. Екінші аяқ киіммен істейміз енді қазір. Ұқсады ма достар? Айбай, аяғым қатып қалды. Аяғым қатып қалды ғой, Медина. Енді мына жерге бір кішкентай ақ қала істеп тұрғызып қояйық та. Давай. Сен істеші, мен қолым қатып отырмын. Мына жерден думалады. Бір ақ қала думалады. Мұж думалақ қылып, давай. Мұжлай, мен қолым қатып қалды. Достар, қазір кішкене ақ қала жасап тұрғызып қоямыз. Мен қолым қатса да енді істейін деп жатырмын. Қолғам жоқ, потому что менде Мединаға істе десең дым істей алмайды бұл. Қолым үсіп қалды. Қазір үшінші дөңгелегіміз. Мына қар онша бірікпейді ма, что-то шашылып кетіп жатыр. Қолым үсіп қалды. Жарылып кетті мен. Енді бұған көз керек. Енді көзі қақаламыз. Тас та жоқ қой. Бұған тас та жоқ, Медина. Міне мұрны бар. Главный мұрны бар. Осын қазір тұрғызып қоям машинасына. Папамыз қарап тұрған жоқ екен. Қараңыздар, не істеп қойды. Медина енді кетті. Қазір мүмкін болса ұзаққа бірге шығып реакциясын көреміз. Өтірікке алдап барамыз да папаға. Дорадым. Қарсаңыздар, біздің подъездың елка қылып қойыпты. Я? Ой, ушкиң жан қапты. Медина, қарасай. Дайындап алайық деп бүйтіп айтамыз қазір. Сен мусор тастаған кезде сенің машинаның арқасында балалар сызып жаманып тастапты. Барып көріш деймін. Пранк жасаймыз, я. Жай, сенің машинаң ше, артың айнасы кішкене жарылған ба, артың бәріне бітеп сызып тастаған ба. Кеше балалар соқта ойнап жатыр, бот шығып тастаған. Жарылған? Иә. Не жарылған? Айнасы артына. Ойылып тұрмын. Айттым, кеше бір балалар соқта доп ойнап жатыр. Ойылып тұрмадым. Сөйтіп тұр деп адым ғой, бүйтіп жарық болып тұр. Достар, біздің папамыз қазір сыртқа шығып кетті, жұмысқа кетіп жатыр. Но мен қасына барып түсіре алмайтын болдым реакциясын. Бізде потому что Миланаға қарайтын адам жоқ. Енді папамыздың реакциясын терезеден түсіремін. Барынша мен бүйтіп жақындатуға тырысамын. Міне нормально болатын сияқты. Осылай түсіремін. Папамыз ұрсатын жарайын білмеймін. Папамыз, ана кетіп бара жатыр, уже кетіп жатыр. Кетіп жатыр көруге. Кетіп жатыр, ана қарасаңыздар. Не екен деп кетіп барғанша.
мен түсіріп тұрған пока байқап қараған жоқ. Түсінбей қарап тұруға қарасаңыздар. Мына одан артық жақындамайды екен. Үстін қолымен сырт қағып қояды. Балаларға қарап, балдар істеп кеткен ба деп қарап тұр. Балдардан күдіктеніп тұр. Терезеге әлі қараған жоқ. Мен түсіріп тұрғанымды байқап та тұрған жоқ. Қарлардың қолды түсіріп қояды. Ана реально біреу сүйіп кеткен ба деп ойлап жатқан шығар. Яны маған қарап кетіп ойнадым жоқ. Қазір екінші телефонмен звондайтын боламыз. Кетіп отыр. Машинасына қайта қарап қояды. Балдар келіп тиісіп атқан жоқ па деп. Кеше түсінде негіз балдар ойнап жүрген ғой. Алдадым сөйтіп. Алло, Жан? Көрдің ба, не қылдың? Келіспедің ма? А? Келіспедің ма? Нені? Соңа? Жоқ. Кеткен қапсап көттің. Жан, саған пранк қой, пранк. Достар, бүгінгі біздің пранкымыз осымен аяқталды. Видео сіздерге ұнады деген ойдамыз. Достар, осы видеоға қолдау білдіріп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Пока десеңдер.